Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі тақырыбымды климаксқа арнағым келеді. Климакс деген не? Ол етеккірдің тоқтауы. Ол қай кезде тоқтайды? Әйел гормоны, эстроген деген гормон азайған кезде тоқтайды. Қазіргі кезде біздің жас қыз келіншектерде 25, 30, 35 жаста климакс басталып қалатын жағдайлар болып жатыр. Оның себебін білу үшін біріншіден басты МРТ-ға түсіру керек болады. Ол әр әйел баласының қыз келіншектердің ағзасындағы гормондарға байланысты болады. Ал қалыпты жағдайда қай кездерде климакс болады? Ол 45-тен аса бастағанда. 45-те бола ма, 50-де бола ма, 55-те бола ма? Климакстың уақытысы 3 жыл мен 10 жылдың арасына созылады. Әркімде әртүрлі болады. Кейбір келіншектерде етеккір тоқтайды, сонымен барлығы тоқтайды. Кейбір келіншектерде давлениесі көтеріле бастайды. Ол жылаңқы бола бастайды, ұрысқақ бола бастайды, көңіл күйі тез өзгергіш бола бастайды. Ол жағдайда әйелдерде 3 жыл мен 10 жылдың арасына созылады. Бұл жағдайдағы климакс ол қалыпты әйелдердің туу уақытысының өткенін, гормондардың азайғанын айтады. Толық ақпарат білгілеріңіз келсе, төмендегі менің нөміріме хабарласуларыңызға болады.